Барлықтарыңызға сәлем достар, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін өте дәмді үй жағдайында жасалатын дүкендегіден артық болмаса кем емес пряниктерін жасау әдісімен бөлісемін. Менің отбасыма өте қатты ұнады, сіздерге де ұнайтынына сенімдімін. Алғашқы рет жасағаннан сәтті шығады. Жылдам дайындалады, оңай жасалады. Осы видеоны соңына дейін қарап, каналыма тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Керекті заттардың барлығын описанияға жазып қалдырамын. Ең алдымен ыдысымызды орташа отқа қоямыз. Біз алдын ала дайындап алған қанттан 2 ас қасық саламыз. Араластырып отырамыз. Қант еріп қоңыр түске енгенде оттан аламыз. Қайнап тұрған ыстық суды аз-аздан құйып, біркелкі болғанша жақсылап араластырамыз. Оттан алғаннан кейін ыстық суды тезірек құйып араластырмасаңыздар қатып қалады. Келесі кезекте қанттың барлығын саламыз. Даршынды саламыз. Мускат жаңғағын саламыз. Зімбірді саламыз. Жақсылап араластырамыз. Енді орташа отқа қоямыз. Қант толықтай ерігенше араластырып отырамыз. Дайын болған сұйықтықты басқа ыдысқа құямыз. Алдын ала дайындап алған ұннан 4 ас қасық ұн саламыз. Біркелкі болғанша араластырамыз. Ертілген сармайды құямыз. Араластырамыз. Жұмыртқаны саламыз. Жақсылап араластырамыз. Енді аздап ұн саламыз. Ас содасын саламыз. Жақсылап араластырамыз. Ұнды алдын ала електен өткізіп дайындап алдым. Силиконды лопатканың шамасы жеткенше ұнды салып араластырамыз. Сонан соң қалған ұнды қамырды үстелдің үстіне салып қолымызбен жақсылап илейміз. Бізде жұмсақ қамыр дайын болады. Дайын болған қамырды 40 граммнан өлшейміз. Өлшеп алған қамырды дөңгелектейміз. Дайын болған қамырдың барлығын формаға пергамент қағазын төсеп орналастырамыз. Қамырдың барлығын дайындап алдым. Қамырдың үстерінен 1-2 рет басып шығамыз. Алдын ала қызып тұрған пеште 190 градуста 20 минуттай пісіреміз. Мінекей толықтай пісті. Ендігі кезекте глазур дайындаймыз. Отқа қоятын ыдысымызға қантты саламыз. Суды құямыз. Жақсылап араластырамыз. Қайнағанша қатты отта ұстаймыз. Қайнағаннан кейін отымызды азайтамыз. Сонан соң 5 минут қайнатамыз. 5 минуттан кейін глазур дайын. Дайын болған глазурдан таза ыдысқа 1 ас қасық құямыз. Қасықтың көмегімен ыдыстың төменгі жағына жағамыз. Дайын тұрған пряниктен 5-6 саламыз. Үстеріне глазурдан 1-1,5 ас қасық құямыз. Барлық жеріне жететіндей етіп қолымызбен жағамыз. Глазурды ыстық кезінде барлығына жағып пайдаланбасаңыздар қатып қалады. Барлығын осы әдіспен қайталап шығамыз. Енді бөлме температурасына 2,5-3 сағаттай қалдырамыз. Сырты толықтай кепкен кезде өте әдемі болады. Мінекей достар, өте дәмді, жылдам дайындалатын пряниктер дайын. Бұл пряниктер дүкендегіден әлде қайда дәмді. Менің отбасыма өте қатты ұнады, сіздерге де ұнайтынына сенімдімін. Алғашқы рет жасағаннан сәтті шығады. Осы видео ұнаса достар, каналыма тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Сіздермен болған Ақшолпан.